осындай жерге тестке тапсырып неге конкурсқа түсіп көрмейсіздер деген мәселелерді айтып отырамын. Менде ойлар болды, әлде де кеш емес, басқа да екінші оқу оқып, мүмкін әскери заң оқуын жалғастырсам деп. Жалпы балалық арманмен қалыптасқан мамандығы менде сәйкес келмеді деп айтсам болады. Бұғанда енді кейде болады, әрине шаршайсың, қызмет ауыстырғың келеді, кейде бір жаңағы еңсең түсіп. Қайырлы құрметті достар, бүгін бізде Тәрбие-толық подкастының 3-ші шығарылымы. Бұл подкаст тәрбие, білім және мектеп өміріндегі маңызды мәселелер жайлы ашық әңгіме алаңы. Бүгінгі шығарылым тақырыбы жаңашыл мектептің негізі мықты команда. Ескерте кетейік, бүгінгі қойылатын сұрақтардың бір бөлігі Ақтөбе білім бөлімі Instagram парақшасына жолданған сұрақтардан алынды. Ал ендеше бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болайық. Нөмір 82-ші жалпы білім беретін орта мектебінің директоры Абзал Амантаевич. Абзал ағай, сізді подкастымызда көргеніңізге өте қатты қуаныштымыз. Ең әуелі өзіңізді оқырмандарға таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн. Осы подкастқа шақырғандарыңыз үлкен ризашылығымды білдіремін. Рахмет. Мына ұстаздар күні мерекесі қарсаңында осындай подкастқа түсе отырып, осы уақытты пайдаланып, осы еліміздің, Ақтөбенің, облыстың барлық ұстаздарын ұстаздар күні мерекесімен құттықтап, камера қарап құттықтасаңыз болады. Ұстаздар күнімен құттықтай отырып, барлық біздің осы әріптестерімізге шығармашылық табыс, елдің амандығы, саушылығын тілей отырып, болашақ Қазақстанымыздың ертеңгі күн үшін аянбай еңбек етейік деген айтқым келеді. Мереке құтты болсын. Көп рахмет Абзал ағай, сізді де алдағы келе жатқан мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Онда мұғалімдерді мерекесімен құттықтадық. Ендеше сізге қоятын сұрағым да осы орайға қатысты. Мұғалім мамандығын таңдауға не себеп болды? Енді жалпы мен өзім оқушы кезімде, балалық кезімде әскери адам болам ба деген көп ой толғанысым болды. Негізі мүмкін жаңағы заң қызметкері болғым келді. Бірақ соңғы оқу жылында сол Ақтөбе, Құдайберген Жұмабаев атындағы Ақтөбе университетіне түсіп, биология мамандығын таңдадым. Сол мамандықты бітірген уақытта да бір менде ойлар болды, әлде де кеш емес, басқа да екінші оқу оқып, мүмкін әскери заң оқуын жалғастырсам деп. Бірақ тағдыр солай қалыптасты. 6-шы мектепке мұғалім болып орналасып, 2 жыл қызмет етіп, содан кейін тәрбие жөніндегі орынбасары. Енді тағдыр солай қалыптасты деп айтуымыз болады. Мұғалімдік мамандықты осы университетте оқып жүріп, солай болу керек деген шешімге бағыт бағдара келіп, сондай жолмен осы қазір педагогика саласында 20 жылдан астам қызмет етіп келемін. Өте керемет. Негізінде сонда сіз мұғалім мамандығын жоспарлы түрде таңдамадыңыз, мақсатты түрде. Өзімнің сүйікті қалауыма осыдан кейін түсермін дедіңіз. Бірақ өмір соқпағы, өмірдің тар жол, тайғақ жолы сізді осы салада мәңгі тұрақтауға көндірді, қазіргі кезбен қарасақ, қазіргі таңда біздің балаларымыздың көптеген мәселелер бойынша көздері ашық, мектеп өте жақсы бағдар береді, кәсіби бағдар бойынша. Ол уақытта кәсіби бағдар мәселесі деген енді жоқтың қасы деп айту болатын шығар. Жалпы балалық арманмен қалыптасқан мамандығы менде сәйкес келмеді деп айтсам болады. Бірақ әрине педагогикалық жол таңдағаныма ешқандай өкінбеймін. Бірақ сізге кәсіби бағдар беруші болған кезде сіз басқа салада болуыңыз мүмкін еді, сіздің ойыңызша? Ол кездегі, қазіргі таңдағыдай кәсіби бағдар жұмыстар қатты жүргізілсе, мүмкін, кім біледі. Бірақ сол енді ойлаған арманым, ойымның өзі сол педагогикалық жолға келіп, әскери қызметтің өзі де бір, егер қызмет етсең, ол да бір тәрбие жұмысымен байланысты ғой, жас солдаттарды әскерилерді тәрбиелеуге. Сондықтан айырмасы өте көп деп айтуға болмайды. Өте керемет. Сонда қазіргі кезде әр мектепте бар кәсіби бағдар берушінің пайдасы өте зор дейсіз ғой? Әрине, қазіргі балалар ақпаратты бізге сол кездегі бізбен салыстырғанда олардың ақпараты, көзқарасы, жалпы пайымы өте жоғары деп айтуымыз болады. Сіз секілді өз қалаған мамандығына түспегендер түспей, бірақ өмірде тұлға болып қалыптасқан жандар көп болса да,
ол жолда тайып кеткендер де аз емес, иә. Сондықтан негізі кәсіби бағдар берушінің пайдасы өте зор. Соның бірі негізі тек қана бір мұғалім емес, жалпы мұғалім алдында отқан барлық оқушысына кәсіби бағдар беруі тиіс, мүмкіндігінше соған зер салған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді мен сізге келесі қойғым келетін сұрағым, сіз осы 82-ші мектепке осы жылы басшы болып тағайындалдыңыз, иә? Бұған дейін сізді жалпы мұғалімдер болсын, кез келген ата-ана болсын, Дінмұхамед Қонаев атындағы нөмірі 60-шы мектептің басшысы ретінде таниды, иә? Сол туралы кішігірім оқырмандарға өзіңіз таныстырып өтсеңіз, қанша жыл басшылық еттіңіз, қандай өзгерістер болды, қандай тәжірибе жинадыңыз? Енді ол мектепте мен мектептің ашылған сәтінен бастап қызмет етіп бастадым. Енді 19 шілде 2016 жылы сол кездегі білім бөлімінің басшысы Ләззат Аманжолқызы ұсыныс тастап, міндетін атқарушы болып бардым. Сол міндетін атқарушы болып, содан кейін ресми түрде қазанның 5-інде ресми конкурсқа қатысып, 16 адам қатысты. Сонан жеңімпаз атап сол мектепке тағайындалып, 9 жыл 2 айдан астам уақыт қызмет еткен екенмін. Енді сол мектепке былай айтқанда жас директор болып кіріп, 9 жылдың ішінде сол мектепте қызмет етіп, былай айтқанда қанаты қатайған, кемелденген директор болдым деп шықтым деп айтуға болады. Ол мектепте бастапқыда 1677 оқушымен бастасақ, соңғы осы жылдары 3 кезеңде оқытатын мектеп 4000-ға шейін жуық оқушымен жұмыс жасадық. Ол 162 класс комплектке шейін болды. 78-ші мектеп ашылғаннан кейін оқушылар азайды, бірақ қазірдің өзінде 3700-ден астам оқушы бар. Енді жас болғасын ба, сол өмірде өзіңді дәлелдегің келеді, сол ұжымменен бірлесіп, сол мектепті бірінші жай мектеп болды, 60-шы мектеп. Содан кейін уақыт өте келе оған біз Дінмұхамед Қонаев атамыздың есімін алдық. Содан кейін бір жыл уақыт өткеннен кейін мектеп гимназия атанды. Енді қазір таңда қарайтын болсақ, ол мектеп осы Ақтөбе облысындағы алдыңғы қатарлы мектептердің бірі деп айтуға болады. Әрине ол мектеппен қимастық сезіммен қоштастық, бірақ бір басшы бір орында отыра бермеу керек. Мынау мәселе жастарға жол беру керек. Әрине осы жайлы мектеп 82-ші мектепке ұсыныс түскеннен кейін басшылық бағыт бағдар бергеннен осы мектепке ауысып келдік. Әрине ол мектепте енді 9 жыл еңбек еттік. Жай қарапайым қатардағы мектептен мектеп гимназия деңгейіне, облысқа, тіпті республикаға тайын аты шыққан мектеп болды деп айтуымызға болады. Жалпы Қазақстанда 10 білім беру мекемесі, 10 мектеп аккредитацияны өтсе, сол бір мектептің біреуі осы Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп аккредитацияны өтіп, қазір таңда осындай өзінің сапалық қызметін, атқаратын қызметін дәлелдеп отқан мектеп деп айтуымызға болады. Өте керемет. Сонда сіз басшы ретіндегі алғашқы еңбек жолыңызды осы Дінмұхамед Қонаев атындағы 60-шы гимназиядан бастадыңыз, иә? Жоқ, менің жалпы өзім директорлық қызметімді Ақжар 2 елді мекенінде 45-ші мектепте бастадым. Ол 2013 жылы 23 мамырда басталды. Менің шамамен 60-шы мектепке барғанда 3 жылдай директорлық тәжірибем болды. Бірақ ол мектепке барғанда әрине 3 жылдық тәжірибе деген ол жас маман болып саналады ғой, жас директор дегенмен. 45-ші мектепте бастадым, содан кейін 60-ші мектеп, енді мынау 3-ші мектеп, 82-ші мектеп. Былай қарап отырсақ, үшеуі де жаңа мектептер болды. Сол. Иә, бір ерекшелігі 45-ші мектепте жаңа тапсырылған кезі, 60-ші мектепте де солай, қазіргі 82-ші мектепте сол үшеуі де жаңа мектептер болды. Өте керемет. Сонда сіздің директорлық қызметте 12 жылдан астам тәжірибеңіз бар, иә? Енді бұл мектеп басшысы болу деген бұл әшейін ғана іс емес, бұны кез келген істей алмайды. Бір бұл жолда жігер жасып қалады, болмаса шыдамы таусылып қалады. Енді сіз 12 жылдық тәжірибеңіз бойынша директордың бойында қандай қасиеттер болған дұрыс деп ойлайсыз? Жалпы нағыз директор сіздің ойыңызда қандай? Енді мектеп директоры болған адамға айталық мынадай қасиеттер керек. Жанашырлық. Кез келген дүниеге, ол оқушыға болсын, мұғалімге болсын, ата-анаға болсын, мектепке болсын, мысалы кішкентай әрбір дүниесін көрген уақытта оның
мысалға қарапайым дүниені айтайық, мектепке кіріп келе жатқан уақытта ол мектептің бір есігі сынып, бір жер бірдеңе болып тұрса, соны байқап, мысалға сол мемлекеттің мүлкіне жақсы көзқараспен қарап, оны ұқып ұстау керек. Бір оқушылар тәртіпсіздік жасап, кейде бір бұзақылық жасап жатқан кезде онан жанашырлық, шынайы жанашырлықпен ақыл кеңес беру керек. Кейде біз оқушыларды жазалап жатамыз, кейде кейбір оқушыларға мысалы ата-ананың мейірімі жетіспейді, оған жанашырлықпен бір ақыл кеңес беріп, бағыт бағдар беріп жіберсең, ол оқушы мүмкін түзеліп кетер. Мұғалімге де солай қасиеттердің бірі жанашырлық керек, шынайы жанашырлықпен жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Әрине тағы бір қасиеттің бірі ол талапшылдық. Басшы болғаннан кейін қызмет, басқару қызметі берілгеннен кейін талап қоюды өте жақсы деңгейде жүзеге асыру керек деп ойлаймын. Енді қандай қасиеттер дейтін болсақ, ол қасиеттерді көпшілігін атай беруге өтінішім, бірақ ең бастысы жанашырлық, сосын талапшылдық керек деп ойлаймын. Егер талап болмаса, әрине қоғамның дамуында көптеген дүниелер дұрыс болмайды. Мысалға мына біздің атамыз Бауыржан Момышұлы өте қатал талапшыл болған. Соның жалпы айтқанда мен мысалға өмір жолы оқиғасымен ана ұрыс майдандағы іс-әрекетін қарай отырып, сол әскери басқаруда ол кісінің талапшылдығы мен үшін өнеге болды деп айтуға болады. Осындай қасиеттер қажет деп ойлаймын жалпы. Өте керемет. Менің ойымдағы нәрселерді айттыңыз. Мен де сол жауапты күтіп едім. Негізі көп адам демей ақ қой, көп мұғалімдердің жүрегінде қазір жанашырлық жетіспейтін сияқты шынымен ше. Өз баласындай, мектепке өз мүлігіндей қарамайтын ше. Келсем. Негізі өте керемет. Кейбір мұғалімдердің құлағына алтын сырға. Абзал Матаевичтің бойындағы тек басшының бойында емес, мұғалімде бойында қалыптасуға қажет сияқты. Өте керемет. Енді былай сізді негізі естуім бойынша мектептердің арасында мықты кадрды даярлайтын маман деп айтады екен, иә. Өйткені сіздің қоластыңызда болған орынбасарларыңыздың көбі басшы лауазымына да тағайындалып жатады екен. Бұның сыры неде? Сіз өзіңіз шабыт бересіз, әлде олар сізден үлгі ала ма? Енді жалпы жұмыс барысында, әңгімелесу барысында, жұмыс барысында ертең уақыт өте келе сіздерді орынбасарлық қызметте тәжірибе жинақтап, алда уақытта мектеп директоры боласыздар. Сол осында жасап жүрген барлық қызметтерді шынайы күштерін салып жұмыс жасаңыздар, өздеріңіз көрсетіңіздер деп айтып отырамын. Сосын енді уақыт келгеннен кейін ана мен орынбасарларым білет, конкурс ашылып жатыр осындай жерге тестке тапсырып, неге конкурсқа түсіп көрмейсіздер деген мәселелерді айтып отырамын. Жалпы айтатын ол адамдарым, сіз орынбасар болып келдіңіз ба, қызметіңізді жасап, бір 4-5-6 жылда директор болып қадам басып алға басуыңыз керек. Орынбасар болып келетін адам ол болашақта басқарушы қызмет атқарам деп келетін адам болу керек деп мен солай айтып отырамын. Әрине сосын келген адамдардың да енді мен ойлаймын, орынбасар болатын адамдардың ертеңгі күн басшы деп қабылдау керек. Сондықтан ол әр келген адам алдағы болашағын ойлап тек орынбасар қызметін атқарып, былай айтқанда мектепте жүре берем демеу керек. Сосын енді әрине менімен бірге жұмыс жасаған көпшілігі енді 70-80% орынбасарлардың жаңа қызметке тағайындардың жастар болды. Жас мамандарды қызметке қабылдап, орынбасарлық қызметке қабылдап, сол жастармен жұмыс жасадық. Әрине олардың да ішкі өздерінің жоғары басшылық қызметке ұмтылуға қабілеттері болды. Әрқайсысында келген қабілеттері болды. Сол қабілеттерін жүзеге асырып ұмтылам деген уақытта енді әрине 6 жыл, 5 жыл орынбасармен жұмыс жасап қалсаң, ол директордың өте көп мәселелерін шешіп отырады. Қалыптасып қалған орынбасарды жібергеннен кейін жаңағы орынбасарды қабылдап, оны тағы үйрету қиындыққа соғады. Сол енді мүмкіндігінше ешқайсының жолын бөгеген жоқпын. Барма директорлікке, сен осы жерде жүре бер деген тарапына әңгіме айтылған жоқ. Жалпы осындай жағдайлар болды деуге болады. Сонда сізге көбіне өзіңіз секілді талапшыл, бір орында отырмайтын сондай орынбасарлар жолықты дейсіз ғой, негізі дұрыс қой ол. Бір жерде тұрақтап қалмау, ол өсуге деген ұмтылыстың белгісі деп есептеймін мен өз ойым ше. Мысалға орынбасарларды қабылдағанда мен көп жағдайда олардың қасиеттеріне, мінездеріне назар аудардым. Нелері қалай дейік, қандай амбициялары бар, ұмтылыс бар ма, сондай деген нәрсеге, дүниеге назар аудардым. Сондықтан сондай адамдар
қалыптасып жиналдық бір команда болды. Өте керемет. Бәлкім осының арқасында шығар. Жаңағы 60-шы гимназия мектебі көркейіп, атамыздың атын алып, одан гимназия атанғаны. Ал енді 82-ші мектепке көшейік. Бұл мектеп туралы ойыңыз алдағы уақытта қалай дамиды? Сол туралы айтсаңыз. Енді бұл мектеп туралы көп, жалпы бұл емес, жалпы осындай жайлы мектептер туралы көп айтылып жатыр. Бұл мектептің бір ерекшелігі, мен мысалға 2003 жылдан бастап мектепте мұғалім болып жұмыс жасасам, оның алдында мектепте оқыған кезім болса, мектептің төңірегінде жүрген кезім бір 30 жылдан астам уақыт болды десе, бұндай мектеп мен мүлдем көрген жоқпын. Материалдық техникалық базасы қандай, барлық қажеттілік дүниелердің барлығы бар. Балаларға соңғы үлгідегі жиһаздар, енді өздеріңіз де қазір көріп отырсыздар, барлық жағдай жасалған. Тіпті мына қыз бала технология кабинетінде барған кезде құжатта заттарын қабылдаған уақытта мына түс шұқитын дүниеге шейін болды ғой. Түс шұқитын ағаш болды, соңына шейін бар. Енді қараңыз, бұндай мектепте жұмыс жасап, еңбек етіп, барлық жағдайың бар, барлық жағдай жасалған, керек дүниенің барлығы бар. Тек келді еңбек ет, балаларды оқыт, тәрбиелей, барлық мүмкіндік бар. Бұндай жағдай, мен 30 жылда бұндай жағдай бар мектепті көрген жоқпын. Материалдық техникалық базасы жағынан дейді, тіпті Назарбаев интеллектуалдық мектептің деңгейінен артық болмаса кем емес, тіпті артық деп айтуымызға болады. Қазір енді өздеріңіз көресіздер, 11 миллиард қаржы, оның 9 миллиардына ғимаратқа кетсе, 2 миллиардының өзі материалдық техникалық базаға жұмсалған. 2 миллиард деген ол қазір қарасақ шамамен 4 миллион доллар самасында. Енді бұндай мектепте біздің мемлекетіміз, біздің президентіміз осындай жағдай жасап жатыр. Бұндай мектепте енді еңбек ету керек. Бұндай мектепте тәрбиеленіп оқыған, білім алған оқушылар енді бұл мектептердің өзін дәлелдеп көрсетуге бір 10 жыл керек. 10 жыл төңірегінде өте жақсы біздің шәкірттеріміз тәрбиеленіп шығады. Бұл мектептер жаңа қазір міне жайлы мектептер жатыр, қазір келешек мектептер деп жатыр ғой. Бұлардың Қазақстан бойынша 200-ден астам мектептері болса, олар біздің білім, орта білім саласының жалпы білім беру жүйесінің дамуына үлкен елеулі үлес қосып, 10 жылдан кейін бір үлкен бір нәтижелерге біз қол жеткіземіз деп ойлаймын. Соны солай болады. Мұғалімдердің көбінің несі тастайтын арызы, жазатын арызы ол материалдық нәрселер еді ғой. Бұл жақта бәрі өтеліп тұр екен, демек сізде алдағы уақытта өзіңіздің тәжірибеңіздегі ең қарқынды даму осы мектепте болады деген сенімдемін. Сізге сәттілік тілеймін сол жолда. Ал енді келесі сұрағым, жалпы басшы болу жаңа қиын дедік, енді сол басшы болудағы негізгі мотивацияны күнделікті тұрасыз ғой. Басшы болуға деген мотивацияны қайдан аласыз? Кітап оқисыз ба, болмаса біреумен сөйлесесіз ба? Басшы болғанда енді кейде болады, әрине шаршайсың, қызмет ауыстырғың келеді, кейде бір жаңағы еңсең түсіп қиындық кездері қызметті ауыстырғың келеді, қиналатын кездерің болады. Жалпы енді үй келгеннен кейін отбасымдан, балаларымнан қарап бір салада жүргеннен кейін сол отбасым мотивация береді деп айтуымызға болады. Екінші жағынан мына мектеп келген кезде оқушылар, егер осы мектепті мен басқарып, осы мектепте білім, тәрбие, білім сапасын дұрыс бағыттамасаң басқа кім істейді деген ой туындайды. Әрине кейде мына бір өзіңді жоғалтып алған уақытта, қазір дамыған заман ғой, телефоннан кейде бір жаңағы ұлы тұлғалардың өмірбаян, олардың өмірде қалай жеңіске жеткенін, қалай жалпы тек бір ауылдың немесе қаланың емес, тіпті елдің дамуына әсер еткен тұлғаларды мысалға көп, солардың өмірбаян қараған уақытта, оның қасында мен атқарып жүрген қызметім кішкене ғана қызмет қой, неге соны өзін тиісті деңгейде атқармаймын деген ойлар келеді. Осындай жағдайлар жалпы. Өте керемет. Сол алдыңғы көштен жігер алам дейсіз ғой, Ал енді келесі сұрағым, жалпы қазіргі балалардың тәрбиесінде жұмыс істеуде не өзекті, және сіздің тәрбие бөліміңізде қандай бір ерекшелік бар сол балалармен жұмыс істеуде? Енді қазіргі балалар жаңа поколениялерге бөледі ғой. Біздерде миллениал десе, қазір зумерлер дейді. Қазіргі заман
сондай нелермен қазіргі балалардың ой өрісі, ойлау қабілеті, олардың жан-жақтан алатын ақпараты өте көп. Бізбен салыстырсақ, біз сол уақытта бала ретінде бір көп ақпаратқа ие болмағанымыз. Қазіргі балалар өте көп дүниені жақсы түсінеді, көп дүниені жақсы біледі. Салыстырмалы түрде қазір қарайтын болсақ, оқушылардың арасында да қылмыс біздің заманында емес. Қазіргі балаларға дұрыс бағыт бағдар беріп, олармен дұрыс әңгімелесу жүргізілсе, тәрбие жұмысында олардың түсініктері өте мол. Қазіргі енді айтатын болсақ, бұл тұста тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мысалға біз Қонаев мектебінде жүзеге асырғанбыз. Мына оқушылардың арасында ұжымшылдықты дамыту, класстар арасында әртүрлі мониторинг жұмыстарын ұйымдастыру арқылы қай класс үздік деген анықтай отырып, мысалға оқушылардың сол жеңімпаз атанған класстарға біздер мысалға кинотеатрларға билет алып беріп, үкімет бюджет қаражаты есебінен сондай бір ұжымшылдық шаралар жүзеге асырдық. Әртүрлі енді тәрбие жұмысының бағытын атап берсек көп мәселелерді айтуға болады әрине. Бірақ енді қазіргі тәрбие жұмысында енді бір қиындығы бар әрине. Қала жағдайында ата-аналармен мектепке тарту жұмыстары. Көпшілік демей-ақ қояйын, бірақ кейбір ата-аналар болады, баласының тәрбиелік, рухани жағындағы дамуына емес, олардың қалай дейік, заман ағымнан қалмасын деп. Сондай бір жағдайын жасауда неде көп көңіл бөледі. Ал енді тәрбие өнеге жағына көп көңіл бөле бермеудің себебі де мына заманның табыс табуда ата-ананың уақыты жетіспей жатады. Сондай бір дүниелер бізде бар. Сол мәселелер шамалы әрине кейде қынжылтады. Ондай ата-аналар кейде шақырып сөйлесіп, балаңа материалдық дүниені жасадың ал. Енді оның рухани тәрбие бағытындағы дүниелерге неге назар аудармайсыз деген мәселелерді айтуға тура келіп жатады. Солай болды, сөйлестіңіздер. Сондай жағдайлар көп не алады деуімізге болады. Орын алады. Негізгі балаға тәрбие берудегі қазіргі кездегі тәрбие ол рухани құндылыққа негізделеді дейсіздер ғой, Енді көп жағдайда материалдық бағытта жаңағы ата-ана баланы асырап бағуын керек, киіндіруін керек, тамақтандыруын керек деген мәселемен қатар жаңағы тәрбиелік, рухани даму бағытына назар аудару керек қой, тепе-тең ұстап отыру керек деп ойлаймын бірдей. Өте керемет. Негізі бұл тақырыпты қазір ашатын болсақ уақыт өте кеп керек. Негізі тағы да бір осы подкасттың бір түрін ашу керек шығар. Рухани тәрбие деп сондай. Жақсы, келесі сізге менің қоятын сұрағым, егер уақыт машинасы бар деп елестетейік. Ол болса өмірде, сіз өміріңіздің қай тұсына барып, бір нәрсені өзгертер едіңіз? Болмаса жаңа мамандығыңызды өзгертесіз бе? Жоқ, мамандығымды мен өзгертпес едім. Ондай ойлар келді, талайда ойлағанмын. Кейде мына Дінмұхамед Қонаев атындағы мектепте қызмет атқарып, алғашқы бір 4-5 жылдық бастамасында жұмыс жасау барысында кейбір ата-аналармен, кейбір мұғалімдермен өте қатал болдым. Мүмкін болса соны өзгертер едім деген сондай кейбір дүниелер бар. Мысалға бір жағдайлар болды, жандай оқушыларға қатысты қайғылы оқиғалар болды. Мүмкін сондай кезге мүмкіндік болса қайтып барып сол уақыттың несін өзгертер едім деймін. Бірақ өзіме қатысты дүниелердің ешқайсысына мен өзгерту жасамас едім. Тек сол бір неше балаларға байланысты болған қайғылы оқиғалардың алдын алуға тырысар едім деймін де. Сосын жаңағы бір қаталдық танытып, кейде болды әрине жұмыстан шығаруға тура келген мұғалімдер болды. Мысалы, мүмкін олармен басқаша әңгімелесе едім. Қазіргі 9 жыл өткен, 12 жыл басшылық қызмет өткен бастамас кезеңмен қазіргі кезеңде көзқарастардың арасында мен өзгерістер бар. Өте керемет. Сонда сіздің негізгі айтқыңыз келгені адамдармен қарым-қатынас мәселесін дұрыстар едім дейсіз ғой, Қарым-қатынас дегенде қатал болдым. Сол ғой қарым-қатынас. Енді келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрағым сізге қоятын соңғы сұрақ болсын осы.
Сіздің осындай тұлға болып қалыптасуыңызға белгілі бір адам себепкер болды ма? Мұғаліміңіз, болмаса досыңыз, жалпы сондай қай адамды айтар едіңіз, осы адам менің өмірімде мынадай бір жақсы тұсқа бұрылуыма себепші болды деп? Енді ондай адамда бір 10 шақты болып қалады деп айтуымызға болады, бірақ солардың ішінде бір ерекше атап бірнеше адамды атап өткім келеді. Мына өзім бірінші еңбек жолымды 6-шы мектепте бастадым, содан кейін 53 негіз мектепте, содан кейін Ақтөбе білім бөлімінің жанындағы ғылыми әдістемелік орталықта орынбасар қызмет атқардым. Сонда біздің менің басшым болды және Жарылғапына, оны мына ардагер ұстаз ретінде барлық халық білет деп айтуымызға болады. Сол кісі маған басшы болды, көп ақыл кеңес айтты. Анам мен қатар адам, менің кейде жасаған қателіктерімді кешіріп, бағыт бағдар беріп, ол кісі айтып отыратын, ертең сен де өсіп басшы боласың, сол уақытта осындай шешімдер қабылдауда деп өте көп ақыл кеңесін айтты. Қателіктерімді кешірді. Сонымен қатар екінші Ләззат Аманжолқызы деп айтуымызға болады. Ол кісі өзі сол 45-ші мектеп Қараман ғылыми әдістемелік орталықта жұмыс жасап жүргенде, ол кісімен бірге жұмыс жасап жүрдік. Шақырып, сол 45-ші мектепке сен қолыңнан келеді, директор бола аласың деп ұсыныс жасап, жалпы осы қызметте бастамасын сол кісі бастады. Сонымен қатар 60-ші мектепке келерді да, осы мектепте сен істей аласың, сен сол мектепке бар жұмыс жасап көр деп бағыттап жіберген тұлға осы Ләззат Аманжолқызымен және Жарылғап қызына тоғу болады, екі тұлғаны. Енді әрине басқа да ол ертеректе болған адамдар бар, енді оны қазір айтатын болсақ, әрине өте көп уақыт кетеді. Өте керемет, жауабыңызға рахмет. Сол кісілер шамалы көрер дегенім ғой, бір жағынан адамның негізгі өзгеруіне ол материал жағдай да емес, оқып жатқан кітабы да емес, негізінде қасында жүрген адамдары себеп болады деп осы сұрақта дей қойғам. Құрметті Абзал Амантаевич, көп-көп рахмет сізге сұхбатқа келісіп, осылай тың мәселелерді талқылағандығыңыз үшін көп-көп рахмет айтам. Ал қымбатты көрермен, бүгінгі біз жаңашыл мектептің негізі мықты команда тақырыбындағы подкастымызды өз мәресіне жеткіздік. Тақырыпты барынша ашып, сіздерге маңызды болған ақпараттарды жеткізе алдық деп ойлаймын. Абзал ағайдың бастан кешкен тәжірибелері маған өте қызықты болды. Ал сіздерге қалай болды? Егер сіздерге ұнаса, löpілі басып, пікір жазып достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар, және келесі подкасттың кіммен болғанын қалайсыз, сонда жаза отырыңыз. Сау болыңыздар.